Мазар тұрғызып беремін деп сан соқтырып кетті. Шахтинск қаласының тұрғыны жақында қайтыс болған күйеуінің қабір басына мазар салдырмақшы болып, бәз біреуге алдын ала 700 мың теңге берген. Алайда ақша алған пысықайым ізім қайым жоғалыпты. Жазда болған келеңсіздік бойынша жәбірленуші әлі күнге дейін құқық қорғау органдарына жүгінумен келеді. Көлеңкелі тұсы көп бақыланбайтын бизнеске қатысты шағымдар неліктен жиілей түскені турасында келесі бейнесюжетте. Такое случилось. Осындай қиын жағдай орын алды. Біз қайғырып қаймығып отырмыз. Ал ол адам бізден пайда тауып отыр. Бұл адамдыққа жатпайды. Өткен жылдың сәуір айында Бағдат Омарованың жұбайы бақилық болған. Жерлеу рәсімін өткізген соң күн ұзартпай жолдасының қабір басына мазар тұрғызуды ойластырған. Туыс-туғандарының ұсынысы бойынша бір фирманы тауып, олар 950 мың теңгеге мазар салып беруге уағдаласқан. Мы заключили договор. Келісімшартқа отырдық, ақша аудару туралы мәлімет жасалды. Бастапқы сома 500 мың аударылды. Содан кейін 2 айдан кейін ол тағы 200 мың сұрады. Ақша алғанмен құрылысты бастамады. Тек қыркүйекке қарай мазардың іргетасына кірісті. Одан кейін күн суытты, өзімізде оған қоңырау шалып хабарласқанымызбен ол байланысқа шықпады. Бағдат Омарова мен оның балалары да өз кезегінде талай мәрте қоңырау шалғанымен тілдесе алмапты. Міне сол кезден ақ шағымданушы әйел адам өзінің алданып қалғанын түсініп, дереу полицияға жүгінеді. Құзырлы орган мұндай компанияның шынымен де тіркелгенін растады. Бірақ жолданған арыз негізінде полиция қандай да бір себептермен ешқандай шара қолданбады дейді шағымданушы. Но они решили, что это дело передать в номенклатуру. Не открывать, в общем-то, на него никаких дел. Онсыз да отағасынан айырылып қайғы тартып жүрген әйел адам үшін бұл жауап тағы бір соққы болғаны сөзсіз. 700 мың теңге аз ақша емес, сол қаражатты несие алып жинақтап берген. Осы оқиға барысында Бағдат Омарова бұл сенімсіз фирмадан басқа да адамдардың алданып сан соғып қалғанын естиді. Пысықай құрылысшы ақша алудың ұтысты схемасын жасап, ірі қаражат ұсынған клиенттерін де шарасыз қалдырған. Тіпті кейбірлерінен 3 миллион теңгеден 5 миллионға дейінгі қаржыны алып, тапсырыс жинақтап үлгеріпті. Ну, человек 20, наверное, которых я знаю, пострадавших. Из них только 4 человек подали заявление. Понимаете? Әнуар Әбдіғали бірнеше жылдан бері жерлеу ісімен айналысып жүрмін, бірақ олардың қатарында әріптестерінің атына кір келтіретін алаяқтың барын бірінші естуім дейді. Бұл оқиғаларда Әнуардың өзі де жапа шекті, құрылыс материалдарын бергенімен 3 миллионнан астам ақшасын алмапты. Әнуар жәбірленушілер қатары арта түскеніне және бұл заңсыздықты полиция арқылы да ешкім тоқтата алмай отырғанына алаңдаулы. Почему? Я могу объяснить, потому что... Өйткені адамдар құқық қорғау органдарына хабарласқанда бұл Шахтинск шет Бұқаржы ауданында орын алған жекелей оқиға ретінде қарастырылады. Құқық қорғау органдары оны азаматтық құқықтық қатынастар ретінде қарастырып, мәселені шешу үшін сотқа жүгініңіз дейді. Бізде қоғамдық резонанс туғызбайынша ешкім қозғалмайды және алаяқтық әрекетімен осылай танылып жатқан жалғыз бұл емес. Біздің азаматтар жаңағы полицияға немесе прокуратураға жүгінсе, полиция алады өз тарапынан істі азаматтық істеп қарамайды екен. Сол тұрғыда біз мына добросовестный бизнестің құқығын қорғау ретінде және де біздің азаматтардың құқығын қорғау ретінде өзіміздің тарапымыздан арнайы осы полиция басқармасына және облыс прокурорына арнайы өзіміздің тарапымыздан хат жолдайық деп отырық. Осындай мәселелер орын алып отырса, заңға жүгіне отырып, қылмыстық кодексқа баптар бойынша арнайы қылмыстық іс қозғалсын деп. Сайып келгенде полиция 4 жәбірленушінің шағымын қабылдады. Олар жалпы сомасы 14 миллион теңгеден астам сомада шығындалып отыр. Бірақ қылмыскер жауапқа тартылып сотталған күннің өзінде одан алатын мүлік жоқ болып шығады және кәмелетке толмаған баласы бар екенін айтып, амалын тауып, делдалдар арқылы клиенттерді тартып қызметін жалғастыра беруі де ықтимал. Мұндай деректер аз емес. Сарапшылар қазіргі жерлеусі бақылаусыз жұмыстардың бір екенін, бұл жерде зираттағы орындарды сатудан бастап марқұм туралы ақпаратты сатуға дейінгі көптеген көлеңкелі жемқорлық схемалар бар екенін айтуда. Жерлеу қызметтерін көрсету үшін кез келген адам өзін жеке кәсіпкер ретінде тіркеп немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестік атынан рәсімделіп қызметін жүргізуіне болады. Оларға қойылатын арнайы қосымша талап шарттар жоқ. Монополияға қарсы орган олармен айналыспайды. Олардың қызметі лицензияланбаған. Басқадай нормалары еш жерде жазылмаған. Ең қиыны жерлеу рәсімі туралы заң жоқ. Бақытгүл Матуова, Зұлхарна Есмахаев, Равиль Валеев, 5-ші арна.